Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз круассан дайындаймыз. Өте әдемі, жұмсақ болып піседі. Қамыры осындай жұмсақ, қатпарлы болып шығады. Ішіне салмасын саламыз. Каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, қуанышты боламын. Алдымен жылы суға сүт қосып, кішкене тұз, қант қосып, ашытқыны қосып, жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, ашытқысы ерігенше кішкене қойып қоямыз. Содан кейін сұйық майымызды, бір жұмыртқаның сарысы, 2 ақуыз, бір сарысын артынан бетіне жаққанға қойып қойдым. Толық рецепт описанияға жазып қоямын. Ұнымызды електен өткізіп, қамыр илейміз. Орташа қылып қамыр илейміз. Қамырды сұйық маймен майлап, пакетке салып, жылы жерге қойып қоямыз. Осылай көтерілген кезде ұн сеуіп дастарханға түсіріп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осы видеодағыдай бірнеше бөлікке бөлдік. Бірде қылып бөлеміз. Менде 11-12 күлше шықты. Сол күлшелерді жақсылап күлшелеп, астын ұнға салып, дастарханға тізіп шығамыз. Бетін жауып қоямыз. 5-10 минуттан кейін жаямыз. Ұн қосып, жұқалап, бірде қылып жаямыз. Содан кейін бөлме температурасындағы сары майды осылай қасықпен жағып шығамыз. Силиконды күрекшемен жақсаңыздар да болады, қалай ыңғайлы. Май осылай бөлме температурасында болу керек. Сол кезде, жайған кезде майымыз қамырдың шетіне шығып кетпейді. Жұмсақ, жақсы жағылады. Осылай бірінің үстіне бірін қойып, барлық күлшелерді осылай жасап шығамыз. Шамамен 1-1,5 қасықтай май кетеді. Осылай жайып аласыздар. Соңғы күлшеге жағып жатырмын. Содан кейін бетіне салатын күлшеге жақпаймыз, бетін жауып, осылай жан-жағын біріктіріп, қолмен кішкене жабыстырып басып аламыз. Содан кейін жаямыз. Жұқалап ұн сеуіп отырып жаямыз. Осылай 2-3 мм қалыңдықта жайып аламыз. Содан кейін осы видеодағыдай бөліктерге бөлеміз. Ортасынан бөліп аламыз. Содан кейін бірнеше бөлікке бөлеміз. Барлығын осылай бөліп аламыз. Менде 16-17 күлше шықты. Содан кейін әр бөлікті шетін осылай кесіп аламыз. 1-1,5 сантиметрдей осылай кесіп шығамыз. Ол салмасын салып орағанда көлемді жақсы оралады. Вареный сгущенка менде шамамен 1-1,5 қасықтай қалауыңыз бойынша салып шығасыздар. Болмаса
салмасыз да жасауға болады. Содан кейін осылай видеодағыдай ораймыз. Барлығын осылай орап аламыз. Противенге қоя береміз. Осылай қамырдың ұшын астына қарай жібереміз. Ашылып кетпес үшін. Содан кейін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қалауыңыз бойынша мак сепсеңіздер болады. Мен жартысына септім. Содан кейін 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Өте әдемі болып пісіп шықты. Жақсы көтеріледі. Қамыры жұмсақ, қатпарлы болып пісті. Өте әдемі, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Өте оңай рецепт. Бір жасағаннан шығады. Толық рецепт описанияға жазып қойдым. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.